Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дамды кек попыс әзірлейтін боламыз. Таза табағымызға жұмыртқамызды үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Әппақ көбік болғанша үстіне майонез бен сұйық майды қосып араластырып, ұн мен қопсытқышты қосып, 2-3 бөлікке бөліп сала отырып, лопатканың көмегімен бір бағытқа қарай араластырамыз. Пергамент қағазы төселген противеньге құйып, 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде суытып, бөліктерге бөліп, үгітіп алатын боламыз. Үстіне сгущенка немесе буренкамызды салып, ең бастысы біздің тестамыз сгущенканың көмегімен бір-біріне жабысу қажет. Орташа көлемдегі шариктер жасайтын боламыз. Шоколад пен майды ертіп, таяқшаның басын малып, шариктерге қадап шығамыз. Қатқаннан соң шариктерді шоколадқа малып алып, конфетик себетін боламыз. Мінекей біздің өте дамды әрі тез дайындалатын кек попстар дайын болды. Міндетті түрде менің каналыма өтіп, басқа да рецептерді көре кетіңіз. Американдық пончиктер өте керемет болып шыққан.